осындай сиыр етінен сірне дайындайтын боламыз. Сірнені негізі қойдың етінен дайындайды, ал мен бүгін сіздерге сиыр етінен пісіріп көрсеткім келіп тұр. Менде бұл жас малдың еті, сондықтан тез піседі деген ойдамын. Қазанымызға осылай іш майымызды салып аламыз. Іш май болмаса, құйрық майды да турап салуға болады. Бетіне үстіне осылай еттерімізді, қабырға сүйектерімізді барлығын салып аламыз. Үстіне тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, етке арналған дәмдеуіштерді саламыз. Еттен басқа сірнені тауық еті, үйрек, қазын еттерінен де пісіруге болады. Мен дайындап көрдім, өте дәмді шығады. Ал қазіргі кезде қыстың салқы күнде осылай етпен дайындасаңыздар, жолдастарыңыз, яғни отбасыңыз өте қуанып, сүйіп жейтін болады. Себебі бұл етпен дайындалған тағам әрбір ер азаматтың сүйіп жейтін тағамы деп ойлаймын. Үстіне осылай пияздарды саламыз турап. Қызыл пияз болмаса, жай пияздарды салуға болады. Көкөністерімізді, сәбізімізді осылай әдемілеп турап, картоптарымызды осылай дөңгелек күйінде саламыз. Және басқа да көкөністер қосуға болады. Баялды, бұрыш, кәді сияқты көкөністерді де қосуға болады. Бұл жаз кезінде көкөністердің барлығы толық піскен кезде салғанда өте әдемі және дәмді болып шығады. Енді қазір бізді бар көкөністермен пісіреміз. Яғни қызанақты салдық осылай үстіне тұз сеуіп, бұрыш сеуіп, орам жапырақты турап саламыз. Орам жапырақпен одан кейін бетін жауып қоямыз. Ешқандай май, су, ештеңе құймаймыз. Осылай орам жапырақпен бетін барлығын тегістей жауып аламыз. Бұл яғни еттің, картоп, орам жапырақтың өзінің суында піседі. Яғни орысша айтқанда на своем собственном соку пісетін болады. Өте дәмді шығады. Осылай газдың ең баяу отында 2 сағатқа пісіруге қоямыз. Менде 2 сағат 15 минут пісті. Сиыр еті болғандықтан кішкене ұстадым. Міне өзінің сорпасында осындай өте жұмсақ болып, ет те, картоп та, сәбіз де жіп-жұмсақ болып пісіп шықты.